Баршалықтарыңа салам достар, экран артында бұл мен Туха, және де бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбын көріп тұрғандарындай, мен Black Russia'дағы Пути Бомжа алғашқы сериясын түсіретін боламын. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастайық. Достар, менің қалтамда 73 000 рубль бар. Енді ол рубльдің барлығын қайдан таптыңдар десеңдер, потому что мен барлық дядя Михайлович және де осы вычыға кіріп, осылай ақша тапқан болатынмын. Бүгін енді екінші күн видео түсіріп жатырмын. Ал дядя Михайловичті жасаған видеоларым сіздерге маңызды емес деп ойлаймын, потому что видеоны көп уақыт алып жібереді деп өзім солай істеймін, потому что бізде мен монтаж істейтін немеде тек қанандай лимит бар. Сондықтан мен солай көп видео қоспайтын боламын. Және де міне достар, қараңыздар, біз уже бірінші задание бітіріп қалдық. Ол бізде барыга деп аталатын болады. И екінші серияда мен не істейін, соның барлығын комментарияға жазып кетіңдер. Мен бүгін сәл-пәл перекуп жасаған болатынмын. Енді өзімде бір шестерка бар. Шестерка нитрасы бар, спорты бар. Енді оны арзанға да сатып жүрсем болады, потому что ол өте арзан тұратын нәрсе. Көлік 45 000 гос, сондықтан 100 000-ға 80 000-ға сатуға болады деп ойлаймын. Енді біз мұнда барыгаға бара жатырмыз. Міне осылай машинамызды аламыз и ары қарай біз барыгаға аттанатын боламыз. Міне мына жақта, мен өзім барыганың барлығын жасап тастадым, барон яғни. Соны жасап тастағаннан кейін менде ранг жоқ, сондықтан мен вратан аша алмай жатырмын. Менің қалтамда қазір 113 000 рубль. Енді мынаны сатсам примерно 190 000 рубльдай болайын деп тұр, потому что мен оны 80 000-ға бір адамға сататын боламын. Ол адамды мен танимын, потому что ол менің бір орыс досым деп айтуға болады. И достар, сіздерге мен қазір лайфхак көрсетіп жүрейін, көшеден қалай шығу керектігін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мына жақта бір дәу тау тұр. Енді сол тауда ағыттап өтіп кететін боламыз. Оны қалай десеңіздер, мен сіздерге қазір бәрін көрсететін боламын. Міне анау материалдар тұратын жерге қарай баратын боламыз. Міне қазір солға бұрыламыз, оңға бұрыламыз, и қазір тағы оңға бұрыламыз. И бізде материал олайтын жер тұр. Материалдар тұр. Енді міне осылай бізде алдымызда дәу тал тұр. Енді солай через ЭПП жүрсек болады, бірақ сіздерде обязательно бір ЭПП машина болған дұрыс. Ал мен без ЭПП машинамен барғалы жатырмын. И достар, міне осылай біз үстіге шығамыз да секіріп, анау вратадан, яғни анау қамаудан шығып кетеміз. И достар, мен сіздерді Алла семьясында күтетін боламын. Және де Мико деген промокод жазатын болсаңдар, сіздерге керемет бонустар беретін болады. Миконың промокодын жазатын болсаңыздар, сіздер конкурста тез ұта аласыздар. И сол конкурстың арқасында сіздер 1000 блэккоин не болмаса тағы да бір 100 блэккоин ойнатады Мико. Сол арқылы сіздер көп ақша таба аласыздар. И міне біз шығамыз, так нитромызды қосамыз и басамыз, давай, әй сюда. Біз осылай авторинға қарай баратын боламыз. Нормально ойнап, нормально жолға кетіп бара жатсам, краш беріп жүреді ғой. И сол краштан қайттан кіріп, қайттан бара жатырмын. Енді авторинға барамыз, осы жиганы сататын боламыз. Не болса да овер дейтіндер көп. Сондықтан мен оны сәл-пәл арзанға бағаға сататын боламын. Овер болса да бәрібір көретін боламыз. И міне бізде бұл госы 45 000 и спорт нитросы бар. Кайфовый машина десек те болады. Так, міне сіздерге қазір мына жаққа бұрыламыз. Так, все. И достар, мен бұл аккаунтты 18-ші левелға дейін апат ететін боламын. Бұл Пути Бомжа, ең керемет Пути Бомжа Black Russia'да болатын болды. И менде осылай спорт бар. Енді осыны сататын боламыз да, келесі видеода өзімізге бір нормальный көлік па бір нәрсе алатын боламыз. И 4-ші уровеньға жеткеннен кейін сразу Миконың фамасына кіріп алатын боламыз, яғни Алаш фамасына. Ол фамада мен замын, так что ойлай берсеңіздер болады. Уже осы жаққа мен сіздерге 3-ші рангты тегін берем. Егер де менің подписчиктерім көп болатын болса, мен сіздерге тегін доступ және де тегін ранг беретін боламын. Міне мұнда мен 82 000-ға осы жиганы сатқалы жатырмын. Міне сатып жібердік. И бізде қазір балик 194 000 рубль. Сяба деп рахметімізді айтамыз и осылай арағадай барамыз. Міне достар, осылай біз чуть-чуть болсын перекуп жасаған болатынбыз. Бүгінгі видеоның соңына дейін келіп жеттік. Ал ендеше давайте